Сәлем, мен Аскербек. Достар, бізде көптен бері топ 5 шықпай кетті. Сол үшін де бүгін бізде топ 5 ең бай қазақстандықтар. 5-ші орында еліміздегі ең ірі банктің негізін қалаған Нұржан Субханбердин. Нұржан Субханбердин 91 жылы Казком банкының негізін қалаған. Қазіргі уақытта Казком банкының 13% иесі. Нұржан Орта Азия инвестициялық компаниясының ең ірі акционері. Ол мемлекеттік құрмет орденімен марапатталған және құс жолы қайырымдылық қорының мүшесі. Нұржанның қазіргі қаражаты шамамен $1 миллиард құрайды. 4-ші орында ең бай металлург Владимир Ким. Владимир Ким Швейцария, Германия және ақш-та бизнес және басқару саласында білім алған. Соның арқасында Қазақстан Samsung компаниясының басшысы болып тағайындалады. 95 жылы Samsung компаниясының қолдауымен дағдарысқа ұшыраған Жезқазған Цветмет компаниясын сатып алып, оны қайта жандандырып, Қазақмыс корпорациясын құрады. Қазақмыс әлемдегі мыс өндіру саласындағы ең ірі корпорациялардың бірі болып табылады. Владимир Кимнің барлық қаражаты $1 миллиард 700 миллион. 3-ші орында ең ірі банкир Алижан Ибрагимов. Алижан Ибрагимов Евразия қаржы өндіріс компаниясының ірі акционері және Евразийский банкының президенті. Одан бөлек Алижан Саманқор компаниясының 33%, Жүйрей атты алтын өндірісінің 40% иесі. Қазіргі уақытта Алижанның қаражаты $1 миллиард 800 миллион құрайды. 2-ші орында ұялы байланыспен қонақжай бизнесін қатар ұстаған Болат Өтемұратов. Болат Өтемұратов Верный Капитал инвестициялық компаниясының басшысы. Ол Мәскеу, Вена және Астанадағы Ритц-Карлтон, Бурабайдағы Риксис Буровой қонақ үйінің иесі. Қазіргі кезде Астанада бағасы $350 миллион тұратын Талант Тауэрс ғимаратын салдырып жатыр. Қонақ үйден бөлек Болат Қазақстандағы Бургер Кинг фастфуд желісінің, Билайн операторының 25%-ның, ал Қырғызстандағы Sky Mobile операторының 49.9%-ның иесі. Бакинг Форты мен Кастанова банкының ірі акционері болып табылады. Оның қазіргі кездегі байлығы $2 миллиард 400 миллион. Ал бізде бірінші орында елбасының күйеу баласы мен ортаншы қызы Тимур және Динара Құлбаева. Тимур мен Динара Алмекс холдингінің иелері. Бұл холдингтің құрамына Қазақстаннан Халық банкі, Алмекс Плюс, Кипрос, Жайық құрылыс газ, Ақсай газ сервис, Вилд Груп, Вилд Фэшн, Ақбұлақ Клаб Резорт сияқты ірі компаниялар кіреді. Тимур 2011 жылдан бастап ресейлік Газпром компаниясының директорлары құрамына кіреді. Ал Динара Алмекс холдингінің бөлек Қазстрой сервис ұлттық құрылыс компаниясының құнды қағаздарының иесі және Орта Азиядағы жалғыз миллиардер әйел болып саналады. Құлбаевтардың қазіргі кездегі байлығы $4 миллиард 200 миллион құрайды. Егер Тимур Құлбаев сияқты бай болғың келсе, лайкты бас және міндетті түрде каналға тіркел. Осы тұрғанда тіркел. Және біздің каналдың ресми парақшасы ВК-да ашылды. Ол жақта әртүрлі қызықтар, жаңалықтардың барлығы сол жаққа бірінші салынып тұрады. Сол үшін сол жерге тіркелуіңізді сұраймын. Мен Инстаграмда да бармын. Сілтеменің бәрі төменде болады. Комментарийға өздеріңіз пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздермен болған мен Аскербек, сау болыңыздар.